Қайырлы күн достар, бүгін өзбек халқының тандыр нанын үй жағдайында кәдімгі қазанда пісіріп көрмекшімін. Олай болса, менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. 250 мл жылы суға 1 шай қасық ашытқы мен 1 шай қасық қантты салып жақсылап араластырамын. 500 грамм ұнды өлшеп алып, 1,5 шай қасық тұз салып араластырамыз. Ашытқылы жылы суымыз бен 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, ұнымызды мұқият араластырамыз, жұмсақ қамыр елейміз. Енді оны бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қойып қоямын. 1-1,5 сағат өткеннен кейін қамырымыз 2 есеге көтеріледі. Енді қазанды отқа қойып қыздыратын боламын. Қақпағын жауып, индукционды пешмен де индукционды пештің ең жоғарғы деңгейіне 9-ға қойып қазанды қыздыратын боламын. Біраз уақыт өткеннен кейін қақпағын отдельно қыздырып өтетін болам. Осы аралықта қамырды 2 бірдей бөлікке бөліп, лепешка формасын келтіріп, дөңгелекшелеп, қамырымызды қолымызбен жайып шығамыз. Қазанның қақпағының диаметрінен сәл кішілеу қылып жайып қоятын боламын. Қазанның қақпағына жабысатын жағын үстел бетіне қаратып, сол жағын сулап шығатын боламын. Сонда қызып тұрған қақпаққа нан жабысып қалатын болады. Енді қақпақтың өзін бөлек қыздыратын уақыт келіп жетті. Қақпақты бөлек қыздырып, нанды жабыстырамыз. Содан соң жұмыртқаның сарысына аздап сүт құйып, осы массамен лепешканың бетін майлап шығатын боламын. Содан соң күнжіт болса, күнжіт дәндерін сеуіп әсемдесеңіз де болады. Енді қазанды қақпағын жауып, оттың деңгейін бірден орташа деңгейге түсіріп, 15-20 минут толық пісіріп алатын боламыз. Мінекей, менде 20 минут өткеннен кейін қазанның бетін ашып қарасам, осылай қып-қызыл болып, әп-әдемі болып наным піскен екен. Енді астына алып қарайын, асты да сарғайып, жақсы түске еніпті. Дәмін татып көрдім, өте дәмді. Нан жақсы пісті, толық пісті. Сіздерге ешқандай ұялмай айтуыма болады. Осылай тандыр нанды жегіңіз келсе, үй жағдайында кәдімгі қазанда пісіріп алуға әбден болады. Соңына дейін қарағандарыңызға өте көп рахмет. Келесі жүздескенше.